Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 5 сыныптың математикадағы 3-ші тоқсандағы 2-ші тақырыпты қарастыратын боламыз. Ол бірнеше объектінің бірігіп орындайтын жұмысына берілген есептер. Каналға тіркеліп, подписать етіп, лайк басуды ұмытпаңдар. Бұндағы бірінші есеп 579. Шебер менен оқушының 1 сағатта қалай жасайтын табу үшін біз 1 бөлу 3, яғни 3-тен 1 бөлігін шебер, 1 бөлу 6 тең 6-дан 1-ін оқушы орындайды деп жаза аламыз. Ал осы 3-тен 1-ге 6-дан 1-ді қосу арқылы біз 2-ден 1 бөлік, яғни екеуі бірігіп орындайтын бөлікті табамыз. Және осы 1-ді 2-ден 1-ге бөліп арқылы 2 сағатта екеуінің бірігіп жұмыс орындайтынын көре алады екенбіз. Бұл есептерді шығару үшін біз алдыңғы тақырыптағы бөлік арқылы санды табу, сандының бөлігі арқылы санның бөлігін табу деген өткенде оқыған тақырыпты қолдану арқылы шығаратын боламыз. Енді кейбір есептерде, мысалы мына 580 есепте сұрақ құрастыр дейді. Бұл жерде өздерің екеуі бірігіп қанша уақытта жұмыс жасайды деген сұрақ қоюларыңа болады. Барлық есептер осы тақырыптағы түгелдей шығарылып, белгіленуі, олардың қалай шығарылуы түгелдей орындалып көрсетіліп тұр. Сондықтан бұл видео сендерге пайдалы деп ойлаймын. Және тағы да 5 сыныптың қалған тараулары, тақырыптары каналға салынатын болады. Сол себепті міндетті түрде осы каналға тіркеліп, подписатьты басуды ұмытпаңдар.